мектебін бітірген 10-шы А сыныбын қарсы алайық. Ал, сіздер қошеметтеп қойыңыздар. Хай! Апа, қол қайда қол? Дәуірдің мөлдіреген аспан еді, бәріміздің бастан еді. Арамдастар қайда, аз жолдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан еді, бәріміздің өмір жолын бастан еді. Арамдастар қайда, аз жолдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда. Ал екінші, бұлай болса, сыныбын қарсы алайық. Келіңіздер апалар. Алғашқы аңдаулаған сезім қайда, армандастар құрдастар. Біз өмірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастан едік. Армандастар қайда, аңдауластар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз өмірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастан едік. Армандастар қайда, аңдауластар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Қалғандар қайда? Қалғандар қайда? Так, осы жақ бетіне ме бірінші жақсылап суретке түсіріп алайық. Бәріміз, міне, бәрі келіп болса, аға, бәрін шақырыңыз енді. Мын жаққа апа, мын жаққа қалаңыз. Бұл жолдарым нұрға толы жанымыз, арман қуып кеткен едік бәріміз. 10 күндей болып 10 жыл өтті, кездестік. Бас қосуға Бір-бірімізді қолымыздан ұстап шамалы, күн жасап Dostlar gittikçe beziktiye Var kızımın ömrüne bir yeşilye Onculuktu jıl-jırma, jıl-jılıtı Amanlık bir naklaşan кездесейік Жүздесейік, кездесейік Бір ұядан түлеп ұшқан құстармыз Жақсылық пен адалдыққа құштармыз Еңбекпенен тіршілікке сән беріп Достық туын әр кетпей бұздармыз Достар кеттік те
көп рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, ағалар, апалар, құрметті ағалар, апалар, Алланың қалауымен бүгін міне осы күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Міне 45 жылдыққа жетіп бас қосып жатсыздар. Бүгінгі жайылған дастархан сіздердің құрметтеріңізге жайылған ақ дастархан. Тамақтанып, ауқаттанып отыруларыңызға рұқсат. Осы Думан мейрамханасының қызметкерлері сіздерге толықтай қызмет жасайды. Тамақтанып, ауқаттанып отырыңыздар. Қазақ айтады, іш қызбай, іс қызбайды дейді. Қазір сәлден соң қуанышымыз бастаймыз. Бірінші ішімізді қыздырып алайық, содан соң ісімізді қыздырамыз. Қасықтарыңыз, кеселеріңіз жетіп отырса, бүгінгі қуанышымызды бастайық. Бүгінгі қуанышымызды әдемілеп Мұрат ағамыз ашып берсін. Міне алдарыңызға қазақтың ұлттық тағамы ет келіп жатыр. Ет жеп жатқанда қазақ пен қасқырдың мазасын алма дейді. Орындарыңыздан тосқа шығарып, мазаларыңызды алмайық. Мұрат ағамыз бүгінгі қуанышты әдемілеп ашып берсін. Ал бұлай болса, тамақтанып, ауқаттанып отырыңыздар. Ал қайырлы кеш құрметті қарсақтарымыз. Ғанамда істерде туылғандар, бүкіл ауыл бір бөлшаға жуылғандар, мектепте комсомол пионер болып, алқызыл галстукке буылғандар, екі жіппен жүннәске тоқығандар, укол десе жандары шошығандар, айын-свайын, арбайтен өтен тақ деп, жет білін немістің оқығандар, ұлықсатсыз ештеңеге тимегендер, бала боп паперсті кимегендер, қыздары бір баланы туғанынша түркіндеудің екенін білмегендер, өндінің киносынан қалмағандар, той-тойлап тойханаға бармағандар, ұстаздарға білдірмей жасырынып туған күнді үйінде тойлағандар, гаражды машинаға байдағандар, бөтелкені куклаға ойнағандар, атамның аузынан түскенмін деп еркектер туады деп ойлағандар, таза қой сендердің жүректерің, ортаймасын алла берген тілектерің, осы кеш кездесуге жиналғандар, әрқашан орындарсын арман тілектерің деп. Құрметті қаластықтарымыз, мұна бүгінгі 64 жылы бүлдірші бала болып мектеп ашып, табалдырығын аттап, 10 жылдан кейін 74 жылы бозбала мен бойжеткен болып, алтын ұядан ұшып, әркім өмірдің несі білен тармағымен төрлі жерге кетті. Ең бірінші мынау төгедегі үкіметтің ұраны бойынша қой санын 50 миллионға жеткіземіз деп алғашқы швартолықтардың қосасын, бастымасын қостап бригада, жастар бригадасын ашқан осы біздің кластастарымыз ең бірінші 3 бригада құрдық. Жасталап, жас жігер, және қайрат дедік, қайрат. Қалғандарымыз енді бригадтен қалғандарымыз жан-жаққа әртүрлі оқуларға талпындық. Тағы басқа да жұмысқа неттік. Кейбіреуімізді қиға түстік, кейбіреуімізді қиға түстік. Сонымен көз ашып тұрғанша 45 жыл өте шығыпты. Өте 45 жылда қаншама қуанышты да, қайғымды көрдік. Мектепті дүгенде 45 жыл түгіл кейбір құрдастарымыз 40 жасқа да кетпей өмірден өтіп кетті. Қатарымызда 12 бала құжатымыздан айырылған екен біз қазіргіде. Оның 6-ы қыз бала, 6-ы ер бала. Енді оның тағы бір қызығы бар, оның 6-ы ағылатыны да 6-ы бұғылатынан екен. Ешто ағылатынан 3 қыз, 3 бала, бұғылатынан 3 қыз, 3 бала. Ол қандай таппайтын бәрі пар-пары менен оларды қазір ажата 45 жылдық тойлап атқан шығар. Ұрықтары бізбен бірге болсын еді. Ал енді 45 жылда енді біздер бірталай жаңа айттым ғой, жақсылықты, жамандықты да өткендік. Ең басты себебі әке-шешелерімізді мәңгі
ұялатына жібердік. Өтіміз өстік, өндік. Олардың орнына үй болып, ұрпақ үмітіп, енді қазір немерелі болып отырмыз. Уже шөбелерімізді жақын. Алдағы уақытта енді осылай арығамыз, іргеміз ортаймай, жапырағымыз жайыла бердім. Енді мынау 45 жылдық, 40 жылдық кездесуді жұрттың бәрі өткенде біздер енді өткізе алмай қалдық. Енді мен кішкене өзімнің наследниесі ауырын қырап жүргеннен кейін жігіттердің де көп болмады, оны өткізе алмай қалып қойдық. Енді мына 45 жылға амалдап өзім қолға алып енді отта ұйымдастырайын. Ең болмаса бастарын қосайын. Мүмкін 45 жылдан бір-бірі көрмегендерде бар шығар деп. Осыған Серікбай, мына Гүлсім, Орынша, төртеуміз осында келіп, осында қыздармен, балдықымен, жігіттермен келіп, осы залды көріп, осында өткізейік деп шешім қабылдап, солай енді барымызша өткізіп жатыр. Енді барына риза боласыздар. Енді кештің жақсы өтуі сіздердің бірге атсалысуларына байланысты. 50 жылда енді бұдан да жақсы болуы мүмкін. Мынау енді кішкене асығыстау болды, көпке жетпегеннен кейін 20 жылдан кейін бір өткізіп тұрғанымыз ғой енді. 25 жылдан кейін 45 жылдығымызды. Енді 50 жылдықты бұдан да көңілді өткізейік деп бәріміз атсалыстық. Оған дейін осы компаниямыз ешқандай ыдырамай осылай бәрін бірге келесе берейік. Анауылға кетуге енді 3 күнге де ұқсат бермейміз, 5 жылға дейін, 50 жылға дейін. 50-да түгел болайық, бәріміз жақсы қапсарайық. Мына енді бүгінгі асығыстау болды. Бірінші рет өткеннен кейін кішкене қалтамызда жоқалау болды. Бәр күн пенсионер. Енді 5 жылда тағы пенсияларымыз өте шығар. Ол кезде ақшаны да көптен жинаймыз енді. Енді қазір барына риза боласыздар енді. Ал қалғанды енді тілектің бәрі сіздерде. Енді мынау бірінші бастау өтуді айтылған енді бір соқты өтінбей беріп жібере қояйын. Енді мына үлкендердің ішіміздегі келіп атқан Жұмат мен Самат, Жұмағыз бен Орынбасар, Мария мен Орынбасар осы класста бірінші досты айтып берсін деп үлкенді. Ағаларымыз, апаларымыз егер шығайық, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Бәрекелді. Жақсы, құрметті қонақтар, мына болып атырған 45 жылдығын құтты болсын, басымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Тек жақсылық болсын, тек бала шағамыздың қызығын көруге жазсын Алла. Бірімізді ауылдық адамдарымызға танимыз енді. Мен осы жекен жеті көп танимын. Ал енді мына болып атырған деп құтты болсын өзі кездесу. Енді айтамын. Өзім көп сөзді білмейді едім әйтеуір. Жақсы енді, жақсылық болсын енді. Осы Алланың берген жасын жасай берейік, еліміз сау болсын, басымыз аман болсын. Ал жақсы, бүгінгі бір 45 жылдықты жасап атқан біздің құрдастарымызға мұратқа енді. Тағы жігіттерге, қыздарға бәріне рахмет ұйымдастырып атқан. 45 жылда көріп тұрсыңдар, мынадай байға дейін 5 балам бар. Нағыз деп айтамын. Немере бар, шүкір, шөбере жоқ. Енді қалғымызды сол бардардың шөбере көреміз бе деген. Тағы да үйленбеген балам бар, қыздарым болса беріңдер енді. Басқа не айтайық, мына қыздардың бәрін көргенде
қуаныштымын, бәрі де енді жақсы екен, қартайбаған бізде басқасы. Ал жақсы. Білмеймін енді, бұлай өзіміз сыңғырлап тұрғанмен, тіліміз сайлап тұрғанмен, өзіміз жайлап тұрған жоқ сияқтымыз. Жақсы енді, мына жігіттің үлкеніне де тиген бәле екен бірінші сөз берген да. Әуелде сол кластастыға тиіп алатыңыз екен бірдеңе қылып. Бірақ маған қарамаған шығар, мүмкін мен жаңа шамалла болдым ау деймін. Білмеймін, ұрланбағанды. Жақсы, ойнап айтамын ғой енді. Бәріміз де аман болайық, көп рахмет, сіздер де немере көріңдер, шөбере көріңдер. Осы аманшылық болса, елулықта кездесеміз енді, тірі болса. Енді мен де көп сөйлей алмаймын, жақсы. Мұратқа көп рахмет, Мұратқа ұйымдастырып, ойбай бәлен жерге келдігесін жүгіріп, мына күйеуіміз кішкене ауырып қалып еді. Осыны алып кірейін, жұрттың бәріне көрсетейін деп таниды ғой, жігіті болса да. Орынбасар танымайтын, менің байым бәрі таниды. Сонда да көрсетейін тірлігін, қандай болғанын, қандай көрсетейін деп алып келгенім ғой. Соған шейін күтіп, ақшамды осыдан бір 20 күн ұстап, бір 10 күн бұрын берген шығар ма? Сонда да келіп. Жақсы енді, рахмет. Бәрінде аман болыңыздар осы. Жігіттер аман болсын, азаматтарымыз жақсылар, мына оқу бітіргендерге 45 жыл болып тойлап жатқандарың құтты болсын ал. Әрқашанда денсаулықтарың мықты болып, немере шөбере сүйге жазсын. Тек әрқашанда отайпастарың бір енді 50 жыл тойлауға жазсын Құдай. Тек Алла амандығын берсін. Тек немере шөберенің қызықтарын көріп жүре беріңіз. Құрметті кластастар, ауылдастар, құрдастар, мынау бүгін біз бәріміздің басымыз қосылып жиналып жатырмыз. Мынау бірталай уақыттан бері көрмеген, біріншіден ауылдастар бір-бірімізді танымайды емеспіз, кластастарымыз, біреудің бауыры, біреудің інісі, біреудің туысы, бірінің жолдасы. Осы отырған әркімнің басында да бір-бір қайғы бар. Шығар деп есептейміз. Өмірден өткен барлықтарыңызға да қайыр болсын. Өмірден өткендердің барлығына да кластастарымызды айтып жатырмыз жаңағы 6-дан 12 адам деп. Олардың да жатқан жерлері жарық болсын, имандары жолдас болсын. Әр уақытта тек еске алып жүре білейік. Ағайын тумап жүріп жатты ағайын, қайыр болсын барлығымызға да. Мынау енді бәріміз 45 жылдық деп басымызды жан-жақтан қосып, ұйымдасып, әр қайсымыз әр жақтан басымызды қосып жатырмыз. Осы арада тұрған ең бірінші жас үлкен деп шығарып жатсыңдар, көп рахмет. Осы үшеумізде 3 жерден басымыз қосылып тұр екен. Мария мен жаңа орынбасар Россиядан, Россия деп айтамыз енді. Біз енді Атыраудан, Жұмазия мен Самат осы Ақтөбеден. Сол сияқты осы арада отырған кластастарымыздың да бәріміз жан-жақтан, облыстан, әр жақтан келіп жатырмыз. Осының басымызды біріктіріп, 45 жыл толып, жас самайымызға ақ кіргенде, жаңағы жігіттеріміз шал болып, кемпірлеріміз жаңа ақ кемпір болған, қыздарымыз ақ кемпір болғанда бас қосып жатырмыз. Енді өмірдің ағымы жас кезімізде шұғып, бәріміз бір класста оқып, бір қылықтарымызды өткендегі айтып жатырмыз. Мынау енді жасымыз 60-тан өткенде, енді Алла берсе 63-ке де тұрамыз, 63-тің де төбесі көрініп тұр ғой. Бәріміз сол кезде бас қосып жатырмыз. Бәріміздің ұлдарымыз ұяға, қыздарымыз қияға, өрістеріміз кеңіп, сондай уақытта бас қосып, самайымызда, ағымызды айтып жатырмыз ғой, кездескенде өзгергендеріміз бар, өзгермегендеріміз бар, танымай қалып жатқандарымыз бар. Осының бәрі бір қызық деп есептейміз енді. Әр уақытта да біріншіден, ең бірінші біз енді Атыраудан келгендер бұл жақта уақытында жиналатын шығар деп, сағат 6 деп айтты ғой орынша баға. 6-да кәкіште есікті ашып кіріп отырған. Адам жоқ, жан-жағыма қарап қоям. Мәмілелер 6-дай валетте келмейтін естіп қоям. Бір уақытта есікті ашып, енді кемпір десем енді ренжімейді шығар, жасы 63 адам ғой. Біреу кірді де, мә жұмағыз отыр екен деп қайтадан шығып кетті. Ойбай, асқа бұл қайсы ет деп танымай қалды.
сосын айттым танымаймын дедім, танымай қалдым. Сен келгеннен қасына отырғаннан кейін де танымадым дедім. Ол баяғы біздегі класстасымыз Сүлейменғалиева Зылиха екен. Ол кезде шашымы, бұрымы тоқпақтай, өзі торсиған томар деп айтатын еді. Соны дәл мынандай болғанымен тіпті ойлаған жоқпын. Сондай елдесесің. Есенбай класстасымды танымай қалдым. Орынбасар қайтадан анау Елисейдің інісі ғой деп барып айтып жатқанда ғана кішкене нетіп қалып жатырмын. Ал өзгергендеріміз бар, өзгеріп жатырмыз, қартайып жатырмыз, бәріміз де. Бұрынғыдай енді кез жоқ енді. Аяғымыздың майысып қалғандары да бар. Иә. Жоқ, біз пока биекі түзу. Өзі бала саған кім қойса Әлимаға айттым ба, құрсына аяқты не істеп тастағансың, мынау баяғыда бүтін жігіт сені соңында жүгірген қыз едің, фигурасы керім. Мынау не болып қалғансың деп айттым. Сосын жаңа тағы біреуді айттым осы. Ұмытып қалғатым осы да класстастарымның. Біреуді айттым мен. Иә, бойыма түсірермен жақсы. Мынау енді басымызды қосып, біріншіден мен Мұрат қайныма көп-көп рахмет. Рая мен екеуіне. Рая бізден бір класс оқыса да, жаңа бізге ат салысып, Мұраттың қасында қолпаштап, Орынша бар, Гүлсім бар, басқа да өзіміздің класстастарымыз осы арада біріктіріп, басымызды біріктіріп, осындай бізге дастархан ұйымдастырып, оны әрбіреуіміз әр жақта ұйымдастырудың өзі көп күш. Көп-көп рахмет семьясына. Бақыт, өздеріне денсаулық, бала шағалары аман, болып шалқып жүре берсін. Бәрінің денелері сау, бала шағалары жан қойын. Қайырма айтып жатыр, Мұрат қайырма деп басында айтсам мен де, естіп жатыр ғой бәрі де. Көп-көп рахмет. Екеуістен бізде 6 бала болған, соның біреуі өмірден өтті, басқасының бәрі Соққылсарының басында тұрамыз. Бәрі бір-бір үй. Алды 40-тан өткен жастары балдарымыздың, арты 2-тан 30-дан өтіп жатыр ғой. Мектепте өмірлене бірнеге айтып өтмейді. Мектепте 2-тан біз интернатта жаттық. Біз баяғы сиыршының балдарымыз, жартысы осының қойшы, жартысы сиыршы осыға класстастардың. Соны анда-санда басымыз интернатта бірге қосыламыз. Мария танымайды. Мариялармен бірге жаттық, бапасыз қойшы болады. Біз 2-тан жаңағы мектепте интернатта жатамыз, жартысына қатысамыз, жартысына қатыспаймыз. Өзі 6 күн сабақ, оның жаңа 1-2 демалысында ауылға кетеміз, қайтып келеміз. Келсе жаңа класстағы балдарымыз жаңағы кішкене тентектеу балдар болды. Айтайын ба? Мына біз қасқа алдап отырамыз, кішкене жуастау босаңдау болған шығармыз. Біздерде пистол атады болып, пистол. Пистол. Ай, мылтықтың пистол бар, десақ, домалақ сапсады. Барқым, Теңдібай бар, Әділбай бар, Құмышев Серік бар. Солай жаңа пистол деген, ара бүйтіп төңгеріп қояттан төбесі сарт етсе, мылтық сияқты сарт ете түседі. Құлақ бұтық қалады. Солай. Шегені басып қалады, онда да сарт етеді құлақтың. Соны кері балдарды қуып кетеді ағай. Содан балдар қашқанда есіктен просто қашпайды, сабақта класстан шығу үшін қашады да. Анан бір атқадан кейін жаңағы ағай деген қуып кетеді ғой. Ол кезде қиқымыз Сағайдол ағай көпне. Қиқымыз Сағайдол ағай қуып кетеді. Сондай ағайлардың есінде атады, басқа уақыттарда атпайды. Сосын қуып кеткенде есіктің бала тұра қашады. Біз 2-тан жаңағы қыздардай сабақтың жартысына қарсы, жартысына қатыспай отырғандай, соның соңында кетеміз жаңағы. Сондай оқиғалар болған, тентектіктеріміз де болған, достықтарымыз да болған, сондай жақсы класста. Ал енді бәріміз болды ғой, оны қайдан айтайын деп айтады деді. Оны айта алмаймын, әркімнің өзінің ішінде. Жақсы, басқа да қыздармен жүкті жүреді. Аман болайық, басымыз қосыла берсін, деніміз сау болсын. Мәриям. Қысық деген елде, өмір сүрген менде, нетті көземде. Ал класстастарына 45 жылдық кездесуіміз құтты болсын бәрімізге де. Мұрат, Гүлсім, Орынша, сіздерге көп-көп рахмет, осыны ұйымдастырып, біздерді хабар беріп алдырып жатқандарыңызға көп-көп рахмет.
мен өте қуаныштымын бәріңізді көргендеріме. Не айтайын, мен бірінші алма кетті, алманы артынан мен кеттім. Да, алма кетті, сол алманы артынан мен кеттім. Менің, не айтайын, үш ұлым бар, 2 қайтып кетті, 6 немерем бар, 4 шөберем бар. Құдайға шүкір әйтеуір. Бәрі Құдайдың қолында, жеңе айта алмаймын, Құдайға қарсы келе алмаймын. Солай маңдайымызға бұйырған шығар. Көңілімізді босатпайық. Өте қуаныштымын, мен айтатын сөзім жоқ. Бәрімізді жақсы көремін, сағындым, есім алам әр кезде. Школдағы уақыттарымда есім алам. Ауылдан Жұмазиямен хабарласып тұрамын, Орынбасармен хабарласып тұрамын. Әділбаймен хабарласатын едім, телефонымды алмағасын, телефоннан алып тастадым совсем. Сосын құтты болсын 45 жылдығымыз. Мен көп сөйлей алмаймын. Мен өте қуаныштымын. Бәріңізге де бақыт тілеймін. Не айтайын, бақыттың ішінде бәрі бар. Еліміз тыныш болсын. Мұрат сіздерге көп рахмет айтамын. Көп рахмет айтамын. Басымызды қосып, кездестіріп жатсын. Мықты, қалай, толқып тұрмын, айта алмаймын, айтатын сөздер көп сияқты. Бәріңізге де бақыт тілеймін. Орысша сөйлемеймін мен жоқ сөйлеймін, мен тілімді ұмытқан жоқпын. Рахмет көп, бақыт тілеймін бәріңізге де. Болды ма? Суретке түсіп алайық, естелікке. Ешкім барлықтарына дұғын айталемейді. Сонда келу кереген, және сақаттапты. Бәріне дұғын айталемейді. Жайлап, тілек айтқан аға баларымыздың ақы тілегін. Жайлап. Anlaşma durum var. Almayın diyor. Örüldü. Jaya öjürmeyin değil. Os karanın başına oturacağım. Haydi. Ümit bizimle birlikte olalım. Ümit çok ama zor. Hadi gidelim. Hastaneye gidelim diyor. Hastaneye gidelim. Evet. Bakıyorum. Алғашқы ақ тілегін әдемілеп әнмен жалғап беретін орталарыңызда баршаларыңыздың немерелеріңіз Балғабай ағамыз бен Аққайырдай анамыздың немересі Жарас ұлдарыңыз әдемілеп әнмен қуанышымызды ашып берсін. Аллахымыздар қошемет болсын. Жарасты ордаға қарсы алайық. Gelmiş bak o kadar. Gelmiş mi? Ha? Bu bir de koymuş o ana.
Ал аға апалар құттай сабыр сақтайық. Тағы да тілектің кезегі келді. Енді түсінемін, сіздер енді көптен бір-біріңізді көрмеген, бір-біріңізбен қал жағдайларыңызды сұрап, енді осындай болады енді. Көптен көріп, біздер мынау күнде бір-бірімізді көріп жүргеннің өзінде, бір-бірімізді көргенде шулап кетеміз. Сіздерге енді түсіністікпен қараймыз. Көптен бері бір-біріңізді көрмегесін, сағыныштарыңыз бір-біріне айтып жатсыздар. Ал Алланың берген жасын жасап, немере сүйіп, шөберені де көріп жатып деп жатсыңдар. Көп-көп рахмет. Жалғастырайық. Жақында мынау Ақтөбе қаласында осы сіздермен қарайлас бір 60-тан асқан аға мен апа көктемде мынау Жерая Кеңгес президенттің паркінде қыдырып жүр дейді. Сөйтіп екеуі бір столда отырса, қасынан жастар өтіп, жылтың-жылтың бір-бірінің бетінен сүйіп, аға мен апаның мазасын алған ғой. Апай, сосын мынау жастар баяғы жастық шағымыз есімізге салды. Шалым сен де менің бетімнен бір рет сүйіп жүрші ағайын, ұят болар, бір көріп қалды. Сол көзір бетінен салып жіберді, қазір заман деген сондай өтіп тұр екен. Сөйтіп апамыз қылқылдап қоймағасын, ағамыз енді бетінен сүйейін деп жатқанда милиция келіп қалып айтады, қоғамда орында бетінен сүйуге болмайды штарап деп. Ағаға 10 мың, апаға 30 мың жазып беріпті. Сөйтіп ағамыз айтады, көрмей милиция бар мынау деген әділетсіз. Маған осы милиция алып айтады, аға ода тұрған ештеңе жоқ, мен сізді бірінші рет көріп тұрмын, апайды үшінші рет көріп тұрмын деп. Сол сияқты әрдайым әзілдеріңіз осылай жарасып жүре беріңіздер. Бір мына ішкенде, жегенде тұрған ештеңесі жоқ. Бүгін қуаныш, жайлап ыңғайларыңызға қарап алып отырыңыздар. Жақында бір аға мен апа құрдасының үйіне қыдырып барса, апа ешқандай ішпейді екен дейді. Аға жайлап алып отыр дейді. Жаңа құрдасы айтады дейді, енді ойнап құрдасы болғасын. Құрдасым бірдеңе алшайшы, ақ ішесің ба, қызыл ішесің ба десе, апа жоқ депті. Сөйтіп құрдасына айтып жатыр, кемпірге айтып едім, ақ ішесің ба десем жоқ дейді, қызыл ішесің ба десем жоқ дейді. Жалпы жолдасыңыз не ішеді десе, ағамыз айтады, ол кісі ештеңе ішпейді, ол тек қана қант ішеді деп. Сол сияқты ондайлар болып тұрады семьяда, жайлап бүгінгі қуанышты бір адамдай ат салысып, қуанышты көтеріп отырайық. Ұлдарыңызды үйлендіріп, қыздарыңызды әйтеуір орнында қондырып, құда-құдағайлы болып, Алланың берген жасын жасап, әдемі болып жүрсіңдер. Бала-шағалардың қызығын көріңіздер, әдемі құда-құдағайлар тапқан шығар деп ойлаймын өзім. Бір бала үйленейін деп жатырып, жақында әкесінен сұрайды дейді. Әке үйленейін деп едім, осы қандай қыз алайын, әдемі қыз алайын ба деп, простой қыз алайын ба деп. Сөйтсе әкесі айтады дейді ғой, балам, келін әдемі болсын, болмасын не обязательно ала бер, әйтеуір бірақ құдағай әдемі болсын, соны ұмытпашы деп. Сол сияқты әдемі құда-құдағайларды Алла бәріңізге нәсіп еткен шығар. Жаңа мына жерде енді біреулер келіп жатыр жолдастарымен, енді біреулер жаңа айтып жатыр, өмірден өтіп кеткен деп жатыр. Енді бәрі Алланың жазуы. Біреуі үйленейін деп жатыр сұрайды дейді. Баяғыда 4 әйелден алған, ол кезде аталарымыз мықты болған. Қазір енді 2 әйел алудың өзіне ақшамыз да жетпейді, шынын айтсақ ақылымыз да жетпейді. Қазір телефонның уақыты кітап оқымайды, балдар сондай ғой енді. Сөйтіп әкесін сұрап жатыр, әке, 1 әйел алайын ба, 2 әйел алайын ба деп. Сөйтіп әкесі айтады, балам өзің ойлап қарашы, сені 1 ит алған жасың ба, 2 ит алған жасың ба деп. Сол сияқты Алланың қосқан адал жарларымен әдемі өмір сүре беріңдер. 45 жылда кездесіп жатсыңдар, 50 жылда, 60 жылда кездесіп, аман есен жүре беріңіздер деп бір қол соғып қойыңыздар. Құтты болсын. Одан әрі ақ тілекті жалғастыратын Серік аға, Гүлсім апа, Зылиха апа, Орынша апа, Серікбай ағасында ағапаларымыз шақырайық. Шамамыз келсе билеп шығайық. Бүгін той, бүгін 45 жылдық қуаныш деп жатырмыз. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табалмай, табалмай, табалмай. Ауылға қонған арадай, сенің жаның жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табалмай, табалмай, табалмай. Рахмет, шықтық па? Серік аға, Гүлсім, Зылиха, Серікбай, Орынша апа шықтыңыздар ма? Орыншанбай. Кім? Аты кім? Серікбай аға неге шықпай жатыр? Серік, Гүлсім, Зылиха апа, Серікбай аға, Орынша. Бастайды, Серік аға бастайды. Кім сіз баға? Ал енді құрбы құрдастар, кластастар, жора-жолдастар, бауырлар. Мынау енді 1974 жылы онды бітіргенбіз, бәріміз осыдаған адамыз, қыздар. Оты жас қыздар едік, ұлдар едік. Енді қазір мына 62-ге батымыз. Ал енді 45 жыл өтті арамызда. Уақыт деген зымыра өтіп жатыр, қалай өткен адамды не де сезбейді екен, білмейді екен. Ал енді мен өзім қазір енді Қарағанды облысында Теміртау қаласында тұрамын. Мұнда 1991 жылы кеткенбіз сояққа.
бір командировкамен кетіп қалғанбыз, командировкамен. Сояқта тұрып қалдық әлі. Ал енді 5 балам бар, 2 ұл, 3 қызым бар. Құдайға шүкір. Ал енді олар аяқтанды, өз-өзімен семья болып құрып кетті. Ал қыздар енді өзі қыз жаршықтық деген енді ол енді қияға деген, ұяға деген сияқты. 2 ұлым, оларда үйленіп бала шағалары бар. Қазір 12 немерем бар, қызды ұлды бәрі санағанда. Ал енді басқа не айтамын? Осылай енді кездескенге қуаныштымын. Ал енді мынау Мұрат та, Рая да, мына Серікбайлар бәрі енді ұйымдастырған екен. Ал енді оған көп рахмет. Бала шағасының қызығын көрсін. Баяғыда осында 10 бітіріп шығатқанда қойға аттық 2 жыл. Ал енді ол жерде оны барысы Жұмағыз отыр, мына Рәсима отыр, Гүлсім отыр, қой баққандарымыз. Теңдебай құдасымен де марқұм кетті, Ақмүсті құдасы ода марқұм кетті, жатқанда жайлы болсын, табатты дұрқы болсын. Ал енді басқа не айтамын енді. Аман болайық, сау болайық, кездесейік, тағы да 20 жасымызда кездесейік, 20 жылымызда кездесейік. Айта берсең көп қой. Өмір дейтін қазақ жақсы жері сызық қой дегенде. Енді оны бәрі айта берсең, таң атқанша айтатын бір роман бар. Оны енді айта берсең болмайды енді. Жақсылық болсын бәрімізде. Семьямыз аман болсын, тыныштық болсын. Мен айтамын. Енді құрметті жиналыстар, бәріңіздің де 45 жылдықтан құтты болсын. Осының бәрін ұйымдастырып отқан ұйымдастырушыларға да үлкен рахмет. Бәріңіздің де балдарыңыз, қыздарыңыз бар, өсіп-өнген үлкен шаңырақ болып отырсыңдар. Осы жасқа келіп пенсияға келдіңдер. Ол жастарың ұзақ болсын, денсаулықтарың зор болсын, алдағы уақытта бақытты болсын. Құрметті кластастарым, сөйлеген менің отағасым, аты Серікбай, 57 жылы 16 ақпанда дүниеге келген, Шалқар ауданының азаматы, ұры әлімнің тілеуі. Екеуміздің отасқанымызға биыл 40 жыл толды. 2 ұлымыз бар, 2 тал. Әлі үйлене қойған жоқ. Қыздарыңыз болса, құда түсуге болады. Үлкен балам қолымда, кіші балам шетелден білім алып келіп, Астанада сәулетші болып жұмыс істеп жатыр. Біздің жағдайымыз болса, Күрміш ауданында тұрамыз. Ал құрметті кластастарым, мінекей 45 жылда жүздесіп отырмыз. Барлығыңызға да бақилық болған ағайын туыстарыңыз бар болса, қайыры болсын, иманды болсын, атында жақсылық болсын, осы той үйлеріңізде жалғассын. Дендеріңіз сау болсын, өздеріңіздің өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Көздеріңізде көрінген бала шағаларыңыздың қызықтарын көріп, Алланың берген жасын жасап жүре беріңіздер. 50 жылдығымызды тойлайық, 60 жылдығымызды тойлайық, әйтеуір қуанышымызда бірге болайық. Мынау кішкене нем бар, сол оқып жіберейін. Ең бірінші мына біздің қатарымыздан бақилық болған жолдастарымызға арнаймын. Самиғаның рухына, Жұмағыздың рухына, Мұқамбетжанның рухына, Бақтығайдың рухына, Кенжебайдың рухына, Теңдібайдың рухына, Алманың рухына, Жібектің рухына, Ақкүмістің рухына, Ақзеннің рухына, Бақтығайдың рухына, Ақбергеннің рухына. Балалықтың, дос едің, қуанышты бөліскен,
күндер қайда кешегі құлынтайдай тебіскен, мәңгілікке жол тарттың, көп күн өтті арада, сенің жарқын дидарың жарқырап тұр санада. Достар едік бір өскен, ашылмайтын іргеміз, нұр дидарың жүректе, біздер мәңгі біргеміз. Енді мына бір өлең барлығыңызға арналады. Күні кеше сағым қуған бал едік, ойын қуып қызығына кенеліп, арман қиял тым алысқа шарлайтын, заңғар биік аспан менен теңеліп, балдырғанды балалықтың күндері, қуанышты шаттық болып күлгені, сырлы сазы құлағымнан кетпейді, сыңғырлаған қоңыраудың үндері. Күні кеше бір партада отырып, көңілдерді шымырлатар сыр тұнық, отырушы ек, үнсіз ғана көз тастап, сезімдерді жанарменен ұқтырып. Ақ бантикті шағаладай ақ қыздар, жүректерді тербететін мұң сырлар, әрбір үйге қуаныш пен нұр сыйлап, жігіттерге төзім берген мықтылар. Күні кеше доп қуған балалығың, ауырсынбай арқалар елдің жүгін. Бүгінгі күн азамат ел ағасы, жылататын қыздарды тентегілің. Кездестік біз, кластастар достарым, көрдік міне көңілдің бір арнасынан тасқанын. Тіршілікте бақытыңды тілеймін, бұлтсыз болсын, ашық болсын аспаның. 45 жылда бас қосып біз бәріміз, қуанышты шаттық толы жанымыз, таусуындай ақ бесіктей әлдилеп, жүректерді тербетсінші әніміз. Күліп ойнап бірге жүрген достарым, кеттің қайда бір қосылмай бастарым. Неден алып шалғай жүріп түсіндім, шын достықтың құпиясының астарым. Кім біледі алдымда не тұрғанын, аңсап келеміз бөлектің сырланын. Достарымды бала күнгі сағынып, бір көруге іңкәр болып жүр жаным. Жастық кезде бәрі бірдей көрінді, қолдан жасап алушы еді өмірді. Жалған достан жапа шеккен кезінде, жүрек шіркін үнсіз мүлгіп егілді. Кім біледі алдымда не тұрғанын, аңсап келеміз бөлектің сырланын. Достарымды бала кезге сағынып, бір көруге іңкәр болып жүр жаным. Басқа түскен қиындықты бөліскен, жаты келсе ағайранды бөлішкен. Қайдан менің адал пейіл достарым, туған жерде тайғылындай тебіскен. Кім біледі алдымда не тұрғанын, аңсап келеміз бөлектің сырланын. Достарымды бала кезге сағынып, бір көруге іңкәр болып жүр жаным. Бір көруге іңкәр болып жүр жаным. Ал достар, класстастар, бүгін шырайлы Шымкенттен келіп тұрмын. Зиха Слемғалиқызы. Жекенді совхозында туып өскен Слемғалиевтар семьясынан. Енді мынау не дейміз, бәрілеріңізге осы құтты болсын, жаман толқып қуанып тұрмын. Әсіресе Айманды көріп тұрмын.
Балқия досымды көрдім, иә. Мынау Серік Жұмабаев дегенді көріп, наставник ойбай бастық еді. Қой баққан кезде мынау қасқатты, сен неге қасқатты мінесін шаршатып, неғып сен қасқатты мініп жүрсің, төс бол деп айқайлап бізге. Қасқат бар, иә, мінгізбейді. Бір күні жының келді, қасқатты бермегесің, ақбозат бар еді, тентек. Соған мініп алдында шаптым. Мә, шауып көлем. Әлгі алып қашып кетті мені. Әлі шауып көлем, бір қайда барып тоқтайды деп. Шорт тұрылған кезде анау ұшып кеткен ғой жаңа аттан. Соның аржағында Жангелді деген жаңа не бар? Бригада бар да, анау менікі, Гурьевтікі. Соған жаңа қыдырып барамыз бәріміз. Гүлнар екеуміз, Гүлнар, мен, Серік, Бакунай ма Серік? Төртеуміз, иә. Төртеуміз саулықты беріп қойды бізге. Саулық қойын, бір күні бір наставнигіміз тойға кетіп қалған ғой. Сөйтіп ана тойда біздер балдарды армияға алып кетті. Кілең шулаған 5-6 қыз қалып кеттік. Содан Қарашидың ішінде жаң отыр қасқырлар келіп қойларды уу деп қырып жүр. Біздер қорқып жүрік. Содан ана Қарашиды тестім деп бір мылтықты алдым. Содан Серіктің мылтығы ғой енді ол енді. Пух деп ат жіберген қасқырдың бәрі қашып кеткен. Содан Гүлнардың айтатыны ғой, сен ана Сатығали деген сенің жаңа үлкен әкеміз батыр болған ғой, аңшы болған, батыр болған. Сен ана Сатығали деген атаңа ұқсағансың ау деп. Гүлнар келмеді, мен жыным келіп тұр Гүлнар келмегеніне. Екеуміз бір неде болдық қой. Содан Балқия деген досым келіп, бүгін жаман қуанып толып тұрмын. Енді қалғандардың бәрінде доспыз ғой, бірақ енді былай жақын дос болғанбыз да енді. Жетікөл совхозында жаңағы Шұғыла деген кинотеатр болды да, 10-шы класс оқимыз. Содан Шұғылада жаңағы Ұрқия деген билет сатады, Зива деген марқұм менің әпшем жаңа не сатады жаңа, билет сатып біреу жыртады жаңа. Содан Балқия екеуміз жаңағы жігіттермен жүреміз ғой әлгі. Қонарбаев, Қонарбаев па, не сол менен жаңа біреуміз досан Баққалимен жүріп жүріп жаңа. Содан олар армияға кететін боп, Балқия екеуміз тек аналар уже билет сатып келе жатады ғой. Біздер кездесіп жүріп, мен қалаттым Балқия тез шықшай құрсын. Кестер орамал тоқып жүріп, армияға кетейін деп жатыр екеу. Орамал кестеленген, өлең айтып әлгі кестел орамал тапсырайық десек, ана екеу келіп қалған, уже билет сатып. Енді қалай оны тапсыру керек, ертең уже алып кетейін деп жатыр. Балқия екеуміз бір. Қонарбай, Қонысбаймен, ол мен Баққали төртеуміз тұрып, үйдің бұрышына Зивалар келді, қарасақ. Қашайық, қайық. Сондайлар болған, содан жаңағы Баққали енді барып алғасын жаңағы сүйікті өзіңнің бақытың деп хат жазған ғой, енді маған жазбай ма? Сөйтсе оны Зива ұстап алған. Өлейін деп сабақтан келем ғой, 8 сағат жаңа өлейін деп. Соған келем де соң күні құдықтың қасына қоям, Әлімұқан жаңағы не жездем ғой. Ана сиырларды, қойларды суарып, сосын бар кірем үйге. Зивапым марқұм бедірейіп отыр жаңа. Ол қорқып кетті, мына кісіге не болып қалған деп. Ана қатты оқып алғанда терісіне сыймай отыр екен ғой. Оқтауды алып та тек, сен қаншық, ол кезде қаншықты ұрсады ғой бізге. Сен не істеп жүрсің оқып? Сен 10-шы класс оқисың әлі, кішкентайсың дейді ғой енді. Оқтаумен сынғанша ұрап мен. Ойбайлап, залға барып Баққалиға хат жазып отырмын. Жалмауыз нең бар, сүйіктім деп нең бар. Болды, сен мен айырлам, жүрмейм, жылап отыр. Таяқ жедім, ана оқтау сынып қап дедім. Жазба қат, екінші бақшы жазба деп. Сондай қызықтар болып Балқия екеумізде. Содан Балқия екеумізден жаңа есімізге алып жылап алып жатырық қой. Соның бәрі қызық екен. Осы кезде жүрегіңде қалып кетеді ғой олар. Содан Зива ұрсып жаңа хат жазбайтын болып қалды содан. Сондай қызықтар өткен басыңыздан. Соның достарымыз аман болсын. Сіздердің класстастар, отбасыларыңыз аман болсын. Мұратқа, Рая, мен құдашам, Раяға, бәріне, Гүлсімге, бәріне рахмет айтамыз. Өйстіп басымызды қосып,
Шымкенттен келе жатырмын. Арыс деген жерден бомба жарылып, Шымкенттің қасынан. Мә, бомба жарғанда астынан пойызбен зу етіп өтіп кеттім. Қайда дедім, мен класстастарыма баруым керекпін дедім. Содан пойызбен зуылдап өтіп, Шымкенттен Ақтөбеге бірақ түстім ғой. Сөйтіп не керек, бомба атыла берсін, енді не істейін, менің класстастарым көруім керекпін ғой, енді бомба атылды деп келмей қалмай. Сөйтіп мына Мұрат, мына Раяларға бәріне рахмет айтамын. Бәрлерің отбасыларың аман болсын, Алла жар болсын. Бала-шағаларың рахатын көріңдер, бәрімізде 60-қа келіп жатырық қой міне. Енді 60 жас аз жас емес, немере шөбере бар, 4 балалы болып Қызылорда облысынан бір жігітке тидім да кетпін, әлгі құрсын білмеймін, көзім жұмбап кетіп қалған бай. Содан 4 балам бар, Құдайға шүкір, 2 жыл болды, давлениеден күйеуім қайтыс болды енді. Сөйтіп 4 баланы өсіріп, өндіріп, жаңа Шымкент облысында вокзал бар, вокзалдың қасында Қошқарата деген әулие бұлақ бар. Сол бұлақтың қасында мен тұрам. Әлгі бұлаққа шығып, күнде түсіп аламыз. Рахат қой, лечебный бұлақ. Соған Айман барам деп тұр енді, білмеймін қашан келетін. Иә, қонаққа келіп тұрыңдар. Басқа не айтайын, енді кішкене мына өлеңім бар, соны айтып жіберейін. Сілемғалиевтер негізі жыршы, әнші, термеші, әкеміз Сілемғали жаңа не болған? Білет шығасыңдар енді. Сері болған ғой, домбырасын арқалап өлең айтып жүргенде шешем 16 бала туып үйде отыра берген. Мына Серік құрдасымның мамасын білесің ғой, наставник болған ғой. Ол кісі де көп балалы ана болған, сөйтіп бәрі туа берген ғой енді, свет жоқ жекенді де. Сөйтіп сол анау жаңа Серіктен қалған әндеріміз бар, домбырамен айтайын десем, Мұрат домбыра келмесе керек. Мен домбырамен айтпай қояйын енді. Домбырамен айт десеңдер айтайын, бірақ бір домбыра келем дегенше мен айта берейін енді. Айналайын қарағым, қал жақсымайым, сала берме көзіңді, әр жақсы қайып, сусамыр елдің жайлауы. Өмірдің бар ма байлауы, сусамыр елдің жайлауы. Өмірдің бар ма байлауы, сала берсең көзіңді, әр жақсы қайып, бәрі жақсы көрінер. Алғашқыдай-ақ сусамыр елдің жайлауы. Өмірдің бар ма байлауы, сусамыр елдің жайлауы. Өмірдің бар ма байлауы. Домбыраны әкелдім. Апа жекендер көміндегіз. Мен де жекендің баласымын. Отырып айтшы, отырып ай. Ақтөбеге келіп тұрғанда бір жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Қатар тұрсам шалдайсың, қыр соңымнан қалмайсың, сонда дағы жаспын деп мені неге алдайсың, алдайсың. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Ақау жаным айдай,
Настарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Енді мына екі жағында екі қыз өлең айтқанда енді ортасында бір жігіт қалай қалып қоямын енді. Ол ұят болса тола қарағаннан келіп отқанымда енді. Мына Ақтөбе облысы Ойыл ауданы еңбек қызыл өрден жетіген совхоздан түлеп шыққан жастар едік, бәріміз де өмір жолын бастар едік. Дастар едік, армандастар, құрдастар. Біз ауырды бүлдірген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, азалдастар қайда, замандастар, қараштар қайда. Арман қойған қиял қойған кезің қайда, мөлдіреген көзің қайда, алаулаған сезім қайда, қайдасыңдар достарым. Біз өмірдің өмірген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, армандастар қайда, замандастар қараштар қайда екен. Сөйледіңіз ба? Суретке түсіріп алайық, фотограф бала қайда? Атыраудан микрофонды жүріп аламыз да, кезек-кезек сөйлей береміз. Мына енді шырайлы Шымкентте Зылиха келіп жатыр ғой. Жол кірей деп айтады сендерде. Жол кірейге жетпейді, әркімнің өзінің көңілі ғой. Саған деген мынау біздің ортамызға келіп ән шырқап жатқанға көп-көп рахмет. Өнерің үстем бола берсін. Қошемет деп қояйық, қарай баламыз. Спонсор болып жатыр. Серік, Шарифтер қайда, Шариф? Кім қайда? Ғазиз қайда? Ғазиз бұрынға келді, келеді ма? Сенім айтып Олай болса, енді алдымызда отырған 1957 мен ұлдарын, қыздарын ортаға шақырайық, билейік. Сіздерді үлкенді үлкенге қимаймыз. Қыз жігіттері 57-ден деп қояйық. Баршаңыз ортаға биге шақырамыз. Ал келіңіздер, ағапалар, күлкі бейтнамен деп бір көңіліңізді көтеріп алайық. Ал келіңіздер. Şaşı şaşılar, esirine köpük asınlar.
Мадияр деген музыкальный колледжде оқиды. Сол кісіні құттықтап, музыкальный колледжден Мадиярдың группаласы келген. Мадияр әжесін құттықтаған екен 45 жылдығымен. Ал домбырамен әдемілеп ән салып Айналайын қарағым, алтығым ай, ақ жүзіңді көргенде балқадым ай, көрмегелі көп айдың жүзі балдай ай, есен аман жүрмісің жарқыным ай, күміс құман ай, отта тұрған ай, айналай көзіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, ауылыңа қонақ боп кеп жатқаным ай. Ай болмаса аспанда адасады ай, көтермесе көңілдей кір басады ай, жақсылардың көңілі алтын сандық ай, кіт болмаса сандықтау кім ашады ай. Күміс құман ай, отта тұрған ай, айналай көзіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, ауылыңа қонақ боп кеп жатқаным ай. Аталарым ай, әжелерім ай, құтты болсын 45 жыл кездесулер ай. Нар болыңдар ай, бар болыңдар ай, жүзге жетіп кемпірмен шал болыңдар ай. Нар болыңдар ай, бар болыңдар ай, жүзге жетіп кемпірмен шал болыңдар ай. Айым екен ай, күнім екен ай, нағыз мейрам нағыз той, бүгінгі той екен ай. Айым екен ай, күнім екен ай, нағыз мейрам нағыз той, 57-лерде екен ай. Миллион қол қайда, ағайын қаттырақ шапалап ұрмай ма, бүгінгі 45 жыл кездесу тойында. Осылай ән салсам болмай ма, миллион қол қайда, ағайын қаттырақ шапалап ұрмай ма, бүгінгі 45 жыл кездесу тойында. Осылай ән салсам болмай ма, ағайын қаттырақ шапалап ұрмай ма. Мынау енді одан әрі жалғастыратын болсақ, қаттай салсам жақтайық мұны. Құстың қанаты қатты болғанмен дейді, құстың. Қаттай апалар. Тілек беріп жіберейік, содан әңгімемізді жалғастырамыз. Құстың қанаты қатты болғанмен мойны бос, тұлпардың тұяғы мықты болғанмен белі бос, адамның мінезі қатты болғанмен көңілі бос дейді. Тұлпар қанша ұзақ шапқанмен тұяғы емес белі талады, құс қанша ұзақ ұшқанменен қанаты емес мойын талады, адам мың жерден ақ көңіл болғанмен кейде бір ауыз сөз қоңыр көңілі қалады дейді. Ұйымдастырайық деп Мұрат ағаларымыз тағы да осы арада бір аға апалар бастаған екен. Сол кісілердің сөзін жерге тастамай, алыстан жақыннан келген қонақтарымызды бір қошеметтеп қояйық деп жатырмыз. Уақытын бөліп келген. Әрдайым осындай кездесіп жүре беріңіздер. Адамның 12 мүшесінен Алла сұрап жатыр дейді, қай уақытта демаласыңдар деп. Аяқпен қол айтады дейді, адам ұйықтағанда демаламыз деп, асқазан тамақ ішіп болғасын демаламыз депті. Жалғыз жүрегі ғана үндемейді, жүректен сұраса, жүрегі айтады дейді ғой адамның. Мен мынау адамдар қонаққа барғанда достарымен кездескенде демаламын деп. Өйткені сол кезде жақсы жылы сөздер айтылады, сол кезде демаламын деп. Сол сияқты жүректеріңізді жылы сөзбен, жылы тілекпен әрдайым демалтып отырыңыздар. Қас қабағы Қарауыл төбенің қабағындай, мінездері Барықымның баяу өскен самалындай. Асанқайғы бабамыз былай депті, батыста көрмедім деп елді мұндай, Шернияздай бабасының жыры жаттағаны, Сүлеймендей атасы мақтанары,
ойылдық аман жүрсін қалқым менің Ақшатаудың тауындай аппағары, мұнарланған Асқартау, Қаракемен Ақшатау, топырағынан нәр алдым, аман келді саралжын, ұллар шыққан көптоғай, берсиппенен көптоғай, әнмен жырдың мекені, жетікөлмен жекенді, білмегендер біліп жүрсін, осындай біздің ойылдың етегі деп бір қол соғып құтты болсын бұдан әрі тағы да ақ тілегімізді, жылы лебізімізді білдіреміз. Әзілдеріңіз, қалжыңдарыңыз жарасып міне әзілдеп атсыздар. Жаңа мына апалар жолдастарын етіп келген, жастары үлкен болса да, абын жердегілер айтып атып күйеу бала деп. Шынында сол сөзді көтеріп жатыр міне. Құрдас болып кетеді ғой енді. Бәрі құрдас болып кеткен. Ол енді құрдас сөзді көтеріп атқаны апалардың мақтылы шығар деп жатыр мен. Мақтылы шығар. Әйелді де жеңдім деген Ақтөбеде еркек естіген жоқпын. Может, бірең сараң еркек бар шығар, әйелін жеңген. Ай сол әйелін жеңген еркектердің өзі Қоштайда жындығынан шығарып бар мен кейдесін. Сондықтан міне айқайласпай, тату, тәтті өмір сүріп, 45 жыл деген енді аз ғана уақыт емес, әдемі салтанатты кеште кездесіп жатсыздар. Одан әрі ақ тілекті жалғастыратын осы қуаныштың төрінде ақ қайыр деп жатыр апамыз. Балғабай ағамыз, Сәуле, Сәурібай, Балқия дейді. Міне есімдері аталған аға апалар келіңіздер. Музыка болсын, билеп шыға алыңыздар. Сіздерде қазір ағамыз бастап жайлап тілегін айтады. Ал сөз тыңдап, тілек тыңдап, естелік әңгімелеріміз айтып отырайық. Мынау құрметті елі жүрділер. Бүгін Ақтөбенің туған кәгесінде міне басқосыздар. Осыны енді ұйымдастырған менің күйеуім әрі қайнағам Мұрат қандасым екеуі де еңбектері рахмет бәріңе. Мынау енді мына елу жетілер мен өзі желген Жетікөлдің қадаманы болған адамын кезінде. Бірақ мына елу жетілер мен танама ілікпей қалды. Бұлар келем шуман болды бәрі. Сол айтайын деген мен мынау соның ішінде менің өзім қарауымда жұмыс жасаған Қыдырғайдың әрі күйеу болып, әрі қайнаға болып кетеді арасында кластас болғасын. Қыдырғайлардың енді алғашқы махаббатын мен білемін. Ойын созып қарап отырмын маған қарап. Маңдайдан меңе бар, аспанда қады қарайды, жерге де қарайды, ұлдызы санайды Гүлсім деген. Бұл жаңа Гүлсімге кім қызық бар? Еріктің бәрі қызықты ғой. Сол ішінде марқұм Арал дейтін жекеннің жігіті болып, Жетікөлде Қыдырғай дейтін менің жаңағы қазір күйеу болам. Қайнаға да болады. Бірақ соның әйтеуір жоғын жоқтап, соның әйтеуір сөйліп, алып көйін ғой мен әйтеуір бұйырмады, мен қатасым қағып кетті ғой. Енді өзім маңа қарасам, енді жында болдым ғой мен. Сол жындықтан айтпай қойған кезім қойып, мен болдым дедім, қойдым енді. Енді мен үйленуім керек, үйлі болуым керек деп содан көшеде қалсам, мені ұрып көйтеғанда қыз алдынан шықты. Мені алдым жиын. Содан алдым. Шүкір әтеуір ұрпағым көбейтті. 9 бала дүниеге келді. Оның біреуі осы қала келгеннен бірі жағдаймен өлтіріп кетті, бір Ақтөбенің алаяқтары. Қалған 8 балам бар. 5 келінім бар. Bir kүйеуім бар, бір қыз дейміз, қыздармаса бендір, үйі бар, асының мәшәсі бар, арақ ішпейді, демек тартпайды, от жақтырмаймын, су әкелмеймін, туалетке жібермеймін, үйдің ішінде бәрі.
рахат енді қол соңғы алып отыр. Тек билеті 8 минут бар, соны тек пезуспен сору керек. Басқа минут жоқ. Енді мына енді бәрі қалсын. Мына енді бәріңе мінекей кездесіп, осы жүздесіп, біріміз айтқандай танығанымыз бар, тамағанымыз бар әйтеуір сүйісіп жатырмыз ба, бір жетпей қалған өзімізге неміз дәстүріміз ғой. Тек столға ие қалыптасып сүйеді. Сүйісіп жатырмыз, ол сүйісугеніміз ұзағынан болсын. Сіздер де бәріңізге де отбасыларға болсын. Үлкен бақыт тілеймін. Сіздер де немереде болыңдар, шебереде болыңдар, соңында қызын көріп тек шауып жүре беріңдер ортада. Осы енді мен өзі сондай аршыл адаммын. Мына 55-тер осы 2 жыл бұрын осы жігіт шақырды. 40 басқа деп. Мен айттым, қатын бастаған көшіп өйтіп, әлемменен Райба екеуі бастап, үйімді шақырып бармайдым. Барған жоқ. Бірақ бір жағымда әйелдің де мақталығы ғой. Өйтіп оған мақта бізікі. Басында бұрасында деп құлақ тосып сөйлеп кетушіге. Осы тек құтты болсын, бәріңіз зор денсаулық деймін. Енді 50-ға келсек, 55-те келсек, 60-та келсек, арғай көреміз ғой. Жетіп құлаймыз сол жер. Ал, бәріңе бақыт тілеймін. Қайсы қыздар? Ал, құрметті бүгінгі кештің қонақтары 1957 жылы дүниеге келгендер, 64 жылы мектеп табалдырығын аттағандар, 74-те 10-ды бітіргендер, 45 жылдан кейін бүгін кездесіп отқан менің класстастарым, құрбыларым, құтты болсын тойларың. Енді не айтам, мен жаңағы өзімді білесіңіздер бәрлерің. Фамилиям Дошина, атым Сәуле. Жекен Сапқозының көрші Сәурбай Есмұханов деген жігітіне тұрмысқа шықты, менді жаңа ауырып келе алмай қалды. Бір ұлым, 2 қызым бар, бәрі аяқтанған. 3-еуінен 8 немерем бар. Әзірге пенсиядамыз. Бұлай кемпір шал болып ауылда тұрып жатырмыз қазір. Балдар қалада, өзіміз ауылдамыз. Енді не айтайын, мен қазіргі мектеп кезіндегі нелерді балқияға айтқызам. Бәріңе құтты болсын, денсаулық дейін. Өзім толқып тұрмын. Сендерді көргендеріме, көптен көріспегендерімізге қатты толқып тұрмын енді. Не айтарға білмей тұрмын. Қазір жалғастырып, тыныштық айтады, Гүлсім айтады. Кейін кездегені балқияға берем енді. Рахмет, кездескенде құтты болсын бәрі. Тек 55-65 жылда кездесе берейік. Ал енді құрметті менің класстастарым, бірге оқыған, 10 жыл бірге оқыған. Мына ең бірінші 10 жыл бірге оқыдық. Мына Ағисова Айман екеуміз Құрманнан бастап екеуміз бірге оқыдық. Мен сендерге 5-ші класста келдім ғой енді. Әкеміздің жұмыс бабымен ауысып келді осы жаққа сосын. Ал енді осы отырысымыз құтты болсын. Барлықтарыңа да осы дендерің сау болсын, аман болайық, бала шағамыз аман болсын, сол балалардың қызығын көрейік, деніміз сау болсын. Ал енді өткен, басымызда өткен ондай қайғы мұңымызға енді қайғырып көңіл айтам. Қуаныштарыңызға құтты болсын. Басқа не айтайын енді. Балалық шаққа азымыз кішкене саяхат жасап жүрсем, мына отырған балға бай. Мен комсомол бригадасында, жастар комсомол бригадасында оқып жүргенде жұмыс жасап, бұл маған бір сөз айтып, соны мен құптамай қалдым, ұнатпай. Жаңағы, ол ақтан ұнатпай қаламыз ғой, ой деп. Әрмеден кел. Жынды кездері ғой енді ол ақта жастардың. Маған қарамадым деп, Аққайырға бар жаңағы сөз салған ғой. Сосын Аққайырмен 13 күн жүріп, бірақ өзі тойында өзі үйленіп жатыр жаңағы. Бүйтіп маған қарсы алдына отырып қалыпты жаңағы. Мына қыз дейді. Маған өткенде тимей жатыр едің. Тимесең тимей ақ қой, мен тиетін адам таптым дейді жаңағы.
тиеді 13 күн дегенде маған деген келісім бір дейді. Бәрі жақсы, құтты болсын. Ана жерде отырып алып мен қысылып жаным шығып бара жатыр. Қайдан отырдым қарама қарсы деп. Сөйткен балға байымау. Ал енді 10 класс оқып жүргенде мына Досен Сәуле екеуміз бірге жүрдік. Мамаларымыз, папаларымыз араласып, құрдас, жаңағы дос болып. Жаңағы Бөкен әйіміз марқұм болып кетті ау деймін осы. Бөкен әй Сәулеге келеді жаңа. Соны Сәулені мен шығарып беруім керек. Сәулені шығарып беремін деп жүргенде арасында өзім мамамнан таяқ жеп қаламын жаңа. Ана жерге барып ертіп тұрамыз ғой, көшеге шығып алып. Сәуле бар, бәріміз Бөкен әй. Соны шешеміз айқайлайды. Ай, Алқия, қайт үйге. Соны үйге жаңа шығып келеміз жаңа. Үйге келгеннен кейін әйдер сосын біз ұрысып алдық. Жұдырықтап алады, таяқ жеп аламыз, сосын 4-5 күннен кейін қайтып ұмытып кетеміз жаңа. Ондай да қызықтарымыз болды. Талай таяқ жедік, Зылиха екеуміз 2 класстан білесіңдер, жаңа тарихымызды естідіңдер. Оны ана 2 жігітті армияға шығарып саламыз деп сықсыңдап әрбір үйдің жаңа бұрышында бетте сығалап жүргенімізді жаңа Сүйғали Маржан көріп қалған ғой. Соны көріп қалып, Маржан жаңағы мамам айтып қойған. Одан Зиба естің. 2 айдай өгілгеннен кейін Зиба 2 класстан Зылиханы ұрған, шешеміз мені ұрады, олақтап таяқ жей аламыз. Қазіргі балдар таяқ жегіздірмейді. Қолыңды қағып жібереді, не деп өзіңе қарсыласады. Аллаға шүкір, мен енді бір емес 2 күйеуге тигенмін. Амангелді марқұм болып кетті, тек 11 ай ғана тұрдық, бір баламыз болып еді, ол шетінеп кетті сол уақытында. Құдай Алла біздерді қоспаған екен. Сонымен 10 шақты жыл жүріп, мынау Орал облысының жігітіне тұрмысқа шықтым. Ақтай совхозы бәрін білесіңдер. Жетігөл мен шектес шекаралас жатыр. 18 шақырым арасы. Сонымен ол 2 баламыз бар, бір ұл бір қызымыз бар. Аллаға шүкір, қызым Орал облысының Оралдың өзінде тұрады. Балам әлі үйлене қойған жоқ. 20-ның 2-іне келді, 40-қа келгенде тудым ол. Деніміз сау, аман, есен жүріп жатырмыз. Шалымызды арғы бетке жібердік 8 жыл бұрын. Давление деген ауру бар қазір 2-ның 1-інде. Ал менің өмір тарихым осы. Аман есен жүріп жатырмыз. Ал енді барлықтарыңа да осы тұрған барлықтарыңа да жақсылық тілеймін. Дендерің сау болсын. Немере шөберелеріңнің қызығын көре беріңдер. Менің де 2 немерем бар, жиен немерелерім. Ақ қайырға берейін енді. Жақсы енді мына бүгінгі болып атқан барлық елу-жетілер құрмаларын құтты болсын. Жағынан болсын. Не айтамыз енді мына 45 жыл дегенде көргеніміз де бар, ортамыздан көрмегендеріміз де бар. Енді үйлеріңде болып атқан тойларың құтты болсын, жаңалықтарың, кетіп атқандарың болса иманды болсын арты. Не айтамыз, маңда мерге айтып атқан барлық жақсылық бола берсін үйлеріңде. Той болсын дейміз. Ешкім ешқандай өзгермеген екен. Тек самайларыңызға ақшашымыз түскені болмаса, не айтамыз енді? Айтатын ештеңе қалмады ау деймін осы. Жақсы енді мына. Жаңа айтып жатыр ғой енді Балғабайда. Мынау кішкентай күттегі сары қызды тауып алдым Жетігөлдің көшесінен деп. Былтыр 55-терге айтқанда айтамын ғой, 55-тердің атаман едің. Енді атаман болып бармайсың ба ортаға? Десем, мына күнмен мен қалай барам? Әлия мен Рабиғаға мақтап өкпелеп отыр. Той ортасынан ең болмаса бір жігіт шықпады ма деп. Енді кешегіде Мұрат тумамыз звондап жатыр деп сөйдеп едім, ойбай мен онда барамын. Ер жігіт екен деп құрақ ұшып алдыма түсіп жүгірді өзі. Сосын менде нем бар? Құлағына жіп салып мен де жетектедім бері қарай, сендердің орталарына қарай. Жақсы енді, барлық жақсылық болсын бәріңде. Енді мына осы кездесуімізді ұйымдастырып атқан Мұрат, Гүлсім екеуің, сендерге көп рахмет. Ат салысып, орынша, Гүлсім Қошанова, құдағайым. Осы мен өзім класстастарым ойдай маған құдағай. Мына Гүлсім Қошанова Гүлсім нағыз туған құдағайым мен. Кенжебай туған құдам ғой енді. Білесіңдер. Сосын міне Жұмабай отыр мына жерде. Ойда жоқтар.
Иә. Ату Жұмабаев Серік деген ғой, кешірерсіңдер. Серік, бұндай осы 3-4 жылдықта менің інімнің қызы тұрмысқа шығып жатыр, құдалықта барып отырсақ, мәз Серік жүр. Сол маған келді, әбден той бәрі бітіп, болып, құдалықта ең соңында келіп бүйтіп, «Хай Балқай алып қояйық» дейді. Сен қайдан жүрсің? Кешеден бері тойдан бері маған көрмей десе. Әбден кішкене бір екі қызғаннан кейін барып танып тұр деймін, келіп тұр деймін кішкене. Сол күні Серікбай саған да көп-көп рахмет барлықтарыңа. Алғысым шексіз. Негізі мен ойлап едім, алдында бір грамота істеп алайыншы деп. Кімге Мұратқа осы ұйымдастырған үшін, жақсы ұйымдастырған үшін грамотаны алып беремін. Ой, мен өзім Оралдан жайлау келіп қаймын, сосын алған жоқпын. Соны өзімше ойлап едім, орысшаға айтуым керек еді, ұмытып кетіппін. Грамотаны дайындап қоюым керек. Не затты? Айтшы. Мына біздің жігіттердің қабырғасына келген қыздар не істеп отырсыңдар? Таң атқанын бір билеп, ортаға шығып, жаңа айтып жатыр, мына балғай мен күйеу боламын деп, енді сендер келіндермін деп ортаға шықпайсыңдар ма? Тымырайып отырсыңдар ма? Анадан қарайым сырт.
Рахмет, бәрекелді. Қазір администратор айтты, дұрыстаймын деді. Дұрыстайды, жақсы ма? Ал, келіңіздер ортаға бір жақсылап.
таудай боп шықтым қайдасың арманшыл сыныптастарым есімде алғашқы сауат ашқаным жасқана сыныпқа қадам басарым қамқорлық екен деп сезбедім қалай қабағым ұстаздым сыныптастарым қамқорлық екен деп сезбедім қалай қабағым ұстаздым сыныптастарым болды ғой сабақтан кейде қашқаным біреуге ынтық боп жолын тосқаным сауықшыл кештерде бала махаббат сағыныш екен ғой сыныптастарым сауықшыл кештерде бала махаббат сағыныш екен ғой сыныптастарым егде жастарым самайды ақшалған сиреп шаштарым ертегі елінде жүрсің бір мекен немерен жетектеп сыныптастарым ертегі елінде жүрсің бір мекен немере жетектеп сыныптастарым әрқашан болсаңшы ашық аспаным мерейлі жанұя аман бастарым дүние тұрғанша тосын ұстаздар ұшырған ұядан сыныптастарым дүние тұрғанша тосын ұстаздар ұшырған ұядан сыныптастарым тарыдай кіріп таудай боп шыққан қайдасың арманшыл сыныптастарым тарыдай кіріп таудай боп шыққан қайдасың арманшыл сыныптастарым қайдасың арманшыл сыныптастарым рахмет шайғаса қойыңыздар апа ағалар алып жіберейік те орнымызға жайғасайық тағы да әдемі тілектің кезегі келе жатыр бұдан әрі қазір жалғастырамыз кезегімізді Алты берейік, ағалар апалар алты берейік деп, тағы да бір тілек берейік. Өздеріңіздің жас кездеріндегі бейнелеріңізді көрдіңіздер, әдемілеп дайындалған бәрі. Одан әрі ақ тілегімізді жалғастыратын болсақ, құттай сабыр сақтайық, мен сіздердің қазір есімдерін атаймын.
Мына ағаларымыз, апаларымыз бәрі әдемі болып отырмыз. Ағаларымызда мына енді жақсы бар. Аға деген жақсы. Арқасы үйдің ағаң болса, мына алдыңда мынау жасы 60-тан асқан бір ағамыз дейді. Сіздер сияқты шығар, енді жұмыстан шаршап өлейін деп келсе, алдынан жеңгеміз шығып айтады дейді. Қазір жұрттар жолдастарына ат қояды, еркелетіп. Мен саған не деп ат қояйын десе ағамыз айтады дейді. Ештеңе деп атта қоймай ақ қой, телефонды қалай жақсы көресің, мен де солай жақсы көр деген ғой. Телефон деп айтады деп жарайды депті. Сөйтсе жеңгеміз сұрап алады, енді сен маған не деп ат қоясың десе ағам айтады дейді, мен сенің нөміріңді сим-карта деп айтамын деп. Жеңгеміз ал болыпты, құда қандай нөмірге теңепті деп, басқа ештеңе таба алмай қалдым айтса ағам қой екен дейді. Телефон нөмірсіз өмір сұрамайды, мен сенсіз өмір сұрамаймын деген ғой. Жеңгем мәз болып қойып, шынымен солай ма? Нөмірді ауыстырмайсың ба, басқа нөмір ұстамайсың ба десе ағам айтады, жоқ, жалғыз сен нөмір қыламын деп. А сен өзің байқайлап жатыр. Нөмірді ауыстырмайсың ба десе, ағам айтады дейді, ой құрмай, мен сен осындай ақымақ деп ойламап едім. Қазіргі телефонда білмейсің бе, 2 нөмірмен жүретін деп. Сол сияқты 2 нөмір бар да, 1 нөмір бар да, ағаларымыз аман болсын, әрқашан осылай жүрсін. Алдымызда деп жатырмыз, міне Қаройдан мектептен түлеп ұшып, бүгін мына Ақтөбе, аяулы Ақтөбемізде бас қосып, Алланың қалауымен ағасырғанда бас қосып жатырмыз. Ал одан әрі ақ тілекті жалғастыратын тағы да мына Нығымет Қалдықыз дейді. Қыдырғали және де Әлима апа деп жатыр. Есімдері аталған қонақтарға келейік, ақ тілегіміз жалғастырайық, ортаға билеп келе қойыңыздар, музыка болсын. Нығымет Қалдықыз, Қыдырғали, Әлима деп жатыр. Сөзіңіздерде, аға, асықпаймыз, білесіздер ғой. Естелік айтамыз, әзіл айтамыз. Ал жақсы енді мынау. Тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Мынау енді 45 жыл деген енді бір талай уақыт. Алдыңа қарасаң, артың жастардан көбейіп, алдың азайып келатқан кез енді. Қазір бәрімізде мына былай ойлап қарасақ 62-ні келтірдік енді. Жаңа бәрі айтылып жатыр ғой енді. Өмірден өткендер, болмаса жаңағы өткен өмір енді бәрі де болады. Енді негізі бұларда еске алмауға болмайды. Бізді ең бірінші оқытқан Нағип апай қаланың ішінде шақырса да болады еді ол кісіні. Екінші, еске алмауға тағы болмайды. Қален ағай өмір бойы бізге класс жетекші болды. Ол енді ол кісілердің бізге берген тәрбиелері мол. Нағип апайдың әсіресе енді осы жақында бір садақада кездестірдім. Сол садақада кездесіп сөйлеп жатқанымда Нағип апай шыдай алмай атып тұрып, ойбай, менің оқушымызда шаш ағарған екен деп атып тұрып келіп бетіне сүйіп жатыр. Мен айтам, апай, біздер де 62-ге келдік, біздер де енді кішкене үлкейдік деп айтып жатырмын ғой енді. Сол сияқты енді мынау келгендеріңе бәріңе рахмет. Ол енді қайтып осы жалпы 62 жаста кездесу енді болмайды. Алда кездесу ойында бола берсін деген тілекпенен жақсы тілек айтқым келеді сіздерге. Енді жалпы өз өмірімізге тоқталсақ, енді менің 2 балам бар, 1 ұл 1 қызым бар, қыздан 2 немерем бар, 1 ұл 1 қыз, одан да қыздан 5 немерем бар, жиендерім 3 қыз 2 ұлым бар. Енді келінім мұғалім, балам мұғалім, 2 институт училище бітірді, қазір Мартукта физкультурадан сабақ береді. Қыз қазақ тілінен сабақ береді, жекемде де күйеу болады, сонда мектеп директоры. Енді жалпы өткен өмірге тоқталудың қажеті жоқ. Өмірімізге ризамыз. Жарайды. Енді мынау қазір сіздерді көріп, мына қарап жатсақ, мысалы жаңа келгенде Шынарды танымай қалдық, көптен көрген жоқпыз енді. Қанша жыл екенін білмеймін. Күләнді танымай қалып жатыр. Бір орыс маржасы келіп келатқан сияқты. Ана Мәрияны танымай қалдық. Осыдан 2 жыл бұрын үйіне барып, менің қасымда жаңа күйеу балам, құдашаларым бар, шай ішеміз деп Орынбордан келатқанында. Сосын Мәрияға соғайын деп Мәрияға соқтым. Жаңағы орынбасар екеуі үйде жатыр екен. Бардым да есікті аштым да айқайладым. Ай, осы Мәрияның үйі ме? Иә, Мәрияның үйі. Мәрияның үйі болсаң, маған шай бересің бе, бермейсің бе? Беремін деп, берсең жүр. Сосын шай қойып жатыр. Сен кімге шай беріп отырсың? Білмегенде қалай енді, сен маған шай беріп отырсың, сен мені танымайсың ба? Жоқ, танымаймын. Жаңа қызым, күйеу балам, құдашам бәріміз шай ішіп отырып. Сосын Мәрияға айтты, мен саған рахмет, мен Қыдырғали боламын деді.
Сонда барып нетті. Ол кезде бірақ ол енді орыстардың ортасында сап-сары, шашты сары. Мұны қазір қайта кеше қара болып бояп келген. Енді жарайды, рахмет. Енді бәріңе де осындай жақсылық тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Енді мынау қазір айтып жатыр ғой енді. Мынау құрдас дейтін кезде емес, қазір әркімнің әртүрлі жағдайы бар. Әркім өзінің құда жекжатыменен мынау қазір өріп кеткен заман. Енді мынау ауыз тамыр айтысып көреді, сүйек тамыр сүйенсіп көреді. Қазір әркімнің құдасы бар, жекжаты бар. Бұлай қарағанда мына қазір қарасақ осыларда көп адам жоқ. Ал енді оларға анау-мынау деуге болмайды. Әркімнің әртүрлі жағдайы. Қазіргі жағдайда мысалы біздің үйден бір адам келіп отыр, Маржан семейде қазір жиені тұрмысқа кетіп, соның құдалығында жүр. Қалай келеді? Сол сияқты сондай жағдайлар енді. Мынау енді барлығымызға да енді амандық, саулық, барлық жақсылық болсын. Ұрпақтарыңыз аман болсын. Өздеріңіз қартаймаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Мына балға ой бастаған күй болдар. Тыныш отырыңдар, сендер енді күй боласыңдар ғой. Мың жерден сен айта бер, Балғабай сен кезінде 72 жылы мықты болған шығарсың. Қазір болдың сен. Қазір апам мықты. Сондықтан давай айда кішкене. Давай айда. Жақсы, жарайды. Барлық жақсылық тілеймін бәріңе. Құрметті мына 57 жылғы қыздар, жігіттер енді. Мына менен жекенді Сапаққол орта мектебі 8 жылдық мектебін бітіріп 72 жылы кетіп қалдым. Мектептен ары қарай жалғастырған жоқпын. Міне менің класстастарым осы жерде отыр. Ұзақова Аққайыр, Сілемғалиева Зілиқа, Осанова Әлиева. Мен фамилиямен атам. Атайым негізі Мырзатаева Үміт деген болды. Сосын ана Өтегенова Жұмағыз. Менің осылар класстастарым Рысбеке бар, мына жерде Жұмазия бар. Біздер бәріміз бір класста оқып, бір жыл 72 жылы мен мектеп бітіріп кеттім. Мені осы жерге отырған енді осы құрдастарымыз ғой менің. Бірақ мен құрдас дегенмен осы жерде отырғандардың көбі менің қайыным, қайын сіңлілерім. Ал енді енді айтып тұрмын ғой, сезіп отырған іштерін. Енді осындай мынау 45 жылдық болады дегесін, мен осы класстастарымды көрейінші деп, ана Мырзатаева Үміт деген маған хабарлап айтқан басында. Саған айтамын, ескертемін, жаңа кел деп. Сосын мен айтқам, ойбай, мен 45 жылдан бері қарай класстастарымды көрген жоқ едім. Не болса да көрейін, барайын деп, балам үйленейін деп соған дайындалып жатыр едім. Дегенмен де сонда да осы класстастарымды көрейінші деп әдейі келіп тұрмын. Енді біздер көп класстастарымыз болды ғой, 24 бала оқыдық 8 жылдыққа дейін. Жұмабаев Серік, қазір менің қайыным шалқайып отыр ана жерден. Сосын Жаманғарин Серік марқұм енді, Отарып Бақтығали, Досниязов Бақтығали, менің класстасым болды сол, Жұмағыз болды, Дүйсенбаева. Міне көп класстастарымды еске алып отыр. Молдабеков оңдасын, сол оңдасынды 45 жыл болды көрмей бердім, соны көргім келіп. Енді Марияны 1-2 жылдықта көрдім, жақсы мінекей. Мен қуаныштымын осында 57 жылғы балдар менен кезінде жас балдар. Мен енді көп жаңағы қызық айта алмаймын, дегенмен де мына жекенді де интернетте жатқанымызда, мына біздің интернеттің терезесінен мына марқұм кім болды ана Жарасқали. Сол терезеден түсетін еді. Сол біздің қасымыздан жылжып өтеді де, дәл түпте жатқан Бәрияға баратын. Сонда жаңағы ана кім бар? Жұмабек бар. Ол да менің қайным ғой. Ол да менің қасымнан өтіп кетеді де, ақ жаңағы простинаны жамылып алып, ол да Мәрияның аяғын түртеді. Біздер білмей соны біздің қасымыздан өтіп кетеді. Ал сөйтіп жүрген жаңағы өзімнің туған ағам, Есқуат ағам, марқұм, мен сөзім ауыр болмасын, сол ағам да терезеден түседі де менің қасымнан өтіп, ол да Мәрияның аяғын түртеді. Мен айтам, ойбай, мына Мәрияның аяғы күшті болды, осының аяғына бәрі қызығады, біздің аяғымызды неге түртпейді? Сондай 8-ші класста оқып жүргендегі қызығымыз біздің. Енді жоқ, оның бәрі қызық қой, біздің балалық шағымыз. Мен енді
8 бітіріп кеткеннен кейін көп жылдан бері класстастарымды көрген жоқпын. Шарипов Ғазизді көрген жоқпын. Жаңағы соның бәрін көрген. Мысалы Мұхамбетшал марқұм, ол да менің класстасым, бірге оқыдық. Мына Жұмабаев Серікті Бақыт ағай айтатын еді марқұм. Ет асса нан қалмайды, сабақ сайын Жұмабаев қалмайды, тақтаға шық деп. Есіңде ма? Сондай осындай қызықтар болды біздерде енді. Мынау енді рахмет, менің мына Мұрат қайныма бұйыртса жақында құда болайын деп жатырмыз. Қайны болсақ та бір-бірімізбенен құдалықтарымыз ұзағынан болсын дейміз енді. Дендеріміз сау болсын, аман болайық, сау болайық бәріміз деп. Қартаймаңыздар, қыздар деген қартаймау керек. Жаңа маған ана кім айтады, жұма қыз айтады, ойбай кемпір болып қартайыпсың дейді. Енді 60-тан асқанда бетімізге әжім түспесе, көңіліміз тоқ, шүкір. Адам өзінің сәніменен қартаю керек. Мен өзімнің сәніммен қартайып келе жатырмын деп ойлаймын. Шүкір, мен де 5 бала тәрбиелеп отырмын, 3 қызым бар, 2 ұлым бар, кенже ұлым ертең осы алдағы 1-2 жетілікте үйленеді. Соған дайындалып жатырмыз. Ойылдан кетенің қызын алайын деп жатырмын. Ал енді мінекей. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызға береке бірлік, аспандарыңыз ашық, дендеріңіз сау, ешқандай жамандық көрмеңіздер деп тілегім келеді. Ал жақсы, енді мынау құрдастар. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Осыны бастаған құрдастарымызға мың алғыс айтамын. Семьялары аман, отбастары дендері сау, бала-шағасының рахатын көрсін. Көрмеген құрдастарды көрсетіп, 45 жылда қандай болғанымызды біріміз көріп, мәз болып жатырмыз осының бәрі. Неге жетеді? Бір мәртебе бәріміз марқайып, қуанып отырған жағдайымыз бар. Мен осы көп ұзағаным жоқ, сол Жекен совхозында тудым, Жетікөлде 2 жыл оқыдым. 55 жылғы Серікбай Сыдықов деген жігітке тұрмысқа шықтым. Одан 5 балалы болдым. Серікпен 34 қана жыл оттастым. Одан кейін 25 жаста бір ұлым қайтыс болды. Мен ешқандай қыз туған жоқпын, күлем ұл тудым. Қазір енді шүкір 12 немерем бар, немере келінім бар. Немеремді үйлендірдім, алдым қазір. Қазір енді шүкіршілік етіп, жақсылықтардың бәрін көріп жатырмын. Осы 2 жылдай болып қалып, Алға қаласына көшіп келдім, үй салдым, сонда тұрып жатырмын. Барлығында отбасыларың аман, дендеріңіз сау болсын. Көрген бейнеттерің той болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, немере шөберенің рахатын көріп жүре берейік. Сау саламатта болайық. Суретке түсіріп алайық үшеуін.
отырмайық, жұп қылайық, ағаларымыздың сұрағы бойынша. Ал кеттік. Вагонные, где срочно увидится нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заводится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется грудь. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, о сводке рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый волнуется грудь. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где квадраты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый волнуется грудь. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес недолгий, не улица, мой адрес Советский Союз. Ақ дастарханымызды түйіндеп беруге қуанышымыздың төріне апаларымыз шақырайық. Расима, Күлән, Сағын, Тыныштық сынды қонақтарымызды қуаныштың төріне шақырайық. Музыка болсын, келе